Сорпасы. Енді бұған айран қосып жатырмыз мінекей. Даланың жылқысы. Өткенде құмның жылқысы деген соны көрейік деп міне. Өзің дәмін білмей елге бірдем айта алмайсың да. Қабырға. Әдеттегідей бізде нан жемейміз, жайма жемейміз, айранға, сорпаға айран қосып, немесе айранның өзін тартып жейміз. Істегенің қатты болса, жегенің тәтті болады деген осы екен. Мынау ет жегенді мақтан көріп жатқанымыз жоқ. Біз өзіміздің жасаған етіміздің дәмін көреміз ғой, қанша сағатта пысады, дәмі қандай. Өткенде білесіздер, рельске салған құмның жылқысы деді ғой, 2025-тің бірінші далада семірген жылқы деп. Дәмін көріп отырмыз. Мен бір 500 грамм ет жасайтын жарым, 500 граммдық етті жасап, бұзып, тұздап, сүріліп, қасына аударып шықсам, соған бір 100 грамм ет жейтін жарым. Кешке дейін ет жейтін қазақ екен деп қалмаңдар. Істегенің қатты болса, жерің тәтті болады дейді. Даланың жылқысы.